Бұл видеода Alipay арқылы жаңағы юан алатын боламыз. Яғни юан сұраймыз, юан керек болса, жаңағы сататын адамнан осы юан сұраймыз, яғни өзімізге баланс толтыру үшін. Оның үшін Alipayға кіргеннен кейін мына жерде message деген бар ғой, соны басамыз. Сол жерден мысалы мен өткенде юан лақтырдым. Бір юан лақтырдым, міне бір юан түсті бәрі. Осы жерден, осы SMS жазатын жерден сіз SMS жаза бересіз и переводты жасата бересіз. Яғни юанды керек болса сатып аласыз, егер біреу өзіңізде юан болса, керек басқа біреулерге аудара бересіз. Мысалы менде міне бір юан маған аударылған. Қазір мен ол кісіге қайтадан тағы бір юан аударатын боламын. Қараңыздар. Бір деп жазамыз. Мына юанның белгісі трансфер деген бассаңыз, мына юан аудару деп сұрап жатыр. Pay now деп басамыз. Бұл жерде төлем паролін сұрайды. Төлем паролін тереміз де автомат түрде мына аударылатын болады. Міне enable деп басамыз. Егер осындай шықса сізде и отпечатканы басамыз. Қолыңызда отпечатка болса код сұрауы мүмкін, телефонның коды, соны басасыздар. И міне болды. Бір юан уже аударылды. Done деп басып шығып кетсеңіздер де болады. Сонымен SMS-ге кіріп тексерсеңіз болады. Міне көрдіңіздер, бір юан уже аударылды. Енді бұл жерде SMS жазсаңыз да болады. SMS-пен жазып сөйлессеңіз де болады. Міне қазір менде баланстан 0 болып қалды, көрдіңіздер, бір юан бар еді, менде уже 0 болып тұр. Қазір SMS-ге кірейік. Біз маған осы қайтадан аударып жіберейін. Қазір сол бір юанды. Юанның белгісі тұр ғой, көк, соны басасыздар. Қазір мен сұрап жатырмын, маған бір 2 юан керек деп жазам қазір. Жібереміз. Енді ол кісі көрді, оқыды. Енді қазір ол маған 2 юан жіберу керек. Осылай юан керек болса, осылай достыққа тартып, ары қарай юанмен обмен жасата берсеңіздер болады. Яғни перевод между счетами, да? Счеттердің арасында. Міне қазір жіберемін деді. Енді күтеміз, да? Қазір. Келіп түсті 2 юан. 2 юан келіп түсті. Менде қазір енді счетта 2 юан болды. Осылай юанды бір-біріңізге осылай керек болған кезде аударсаңыздар болады. Қазір түсті ме деп сұрап жатыр. Түсті деп жазайын. Қазір өксіген қайтадан 2 юан лақтырып жіберейін обратно. 2 юан деп белгілейміз. Код сұрайды, не болсам отпечатка пальца. Міне болды, жіберілді. 2 юан жіберілді уже. Осылай перевод жасап Alipay кошелекті толтыра берсеңіздер болады. Сосын қазір достыққа қалай қосу керек екен, соны көрсетемін. Қазір message дегенге кіресіздер. Сосын жоғарыда плюс деген тұр ғой, соны басасыздар. Add contacts деген бар, соны басасыздар. Қазір Add contacts деген бар, соны басасыздар. Alipay аккаунт номер деп тұр, ол жерге Alipay аккаунттың телефон нөмірін жазасыздар. Телефон нөмірін осы форматта жазасыздар. Плюс деп жазасыздар. Осылай 7-7 деп ары қарай.
Мына жазсаңыздар өзі автомат түрде аты жөнү шығады. Сосын достыққа қосасыздар. Менің жағдайымда қазір менде достықта бар, сондықтан сіздерде добавить деген шықпайды. Send message деген бар, сол жерде достыққа қосу деп тұрады сіздерде. Енді жерде сразу юан лақтыра бересіздер. Сол түсінбесеңіздер сұраңыздар.